Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кескіндердің түрі мен құрамын түрлендіру, графикалық жұмыс, графика және жобалау. Сабақтың мақсаты проекциялау әдістерін өзгерту арқылы заттардың, денелердің сызбаларын орындау және де кескіннің түрі мен құрамын өзгерту арқылы немесе кескіннің масштабын өзгерту арқылы заттардың сызбаларын орындау. Кескіндердің түрі мен құрамын түрлендіру ол дегеніміз өндірісте әртүрлі геометриялық фигураларды түрлендіруді талап ететін сызбалар кездесуі мүмкін. Түрлендірулер ең алдымен белгілі ережелерге сай орындалатын бір кескіндердің басқа бір кескіндермен алмастырылуымен байланысты. Олардың әрқайсысына тоқталып өтейік. Бізде келесі кесінділерді жетіспейтін сызықтармен толықтыру. Ол көп жағдайда сызба соңғы нақтылайтын тексеріс кезеңінен өтетін кезде қандай да бір сызықтардың болмауы немесе өнімнің элементтерін көрсететін қандай да бір белгілердің болмауы сияқты жағдайларда туындап жатады. Керісінше сызбаның деталі жайлы ешқандай ақпарат тасымалдамайтын артық сызықтарды алып тастау қажеттілігін тудыратын жағдайлар болады. Қалай болғанда да қима, тіліктерді және тағы басқа орындау кезеңдері екі әдісті де ескерту қажет. Келесіде бірінші суреттегі А келтірілген бөлшектің сызбасының мысалында қарастырайық. Жоғарғы көріністер кейбір сызықтардың жоқ екенін байқаймыз. Қисында түрде талқылайық. Егер бөлшектің тесік бөлігі болатын болса, онда сызбаны белгілеу ережелері бойынша оның барлық көріністе штрихты сызықпен белгілеу керек. Ал Б суретінде осылайша сызбаны жетіспейтін штрихты сызықтармен толықтыру қажет. Мұндай процесте кескінді қайта жаңарту деп аталады. Бізде келесі кескінді түрлендірудің келесі әдісі өнімнің үшінші көрінісін екі берілген бойынша тұрғызу. Бірінші, бөлшектің жетіспейтін көрінісін тұрғызу үшін ең алдымен оның көрнекі бейнесін көрсету керек. Яғни аксонометриялық проекция бойынша орындалған бөлшек, содан кейін байланыс сызығы көмегімен жетіспейтін көріністі тұрғызу қажет. А суретінде көрсетілгендей бұранда дайындамасының екі көрінісі келтірілген үшінші көрінісін салуымыз керек. Бізге ең алдымен бұранданың анализін жүргізуіміз қажет. Суретте көріп тұрғандай бұранда дайындамасы 6 бұрышты пирамидадан, тік бұрышты және екі цилиндр мен қиық конустан тұрады. Ал барлық бөліктері ойша біріктіре отырып В көрсетілген бұранда формасы салынады. Бұранда дайындамасын құрайтын барлық бөліктердің профильді проекциясы белгілі. Осы геометриялық денелердің тек сол жақ көрінісін салу ғана қалды. Келесіде бізде бұранданың профильді проекциясы байланыс сызықтарымен 45 градус бұрышпен сызылатын қосалқы түзу арқылы тұрғызылады. Ол бізде Г суретінде. Балалар, бізде келесі цилиндр сызбасында кесінді проекциясын тұрғызу, яғни А суретіндегі екі проекция және 4 тік және 3 көлденең сызықтармен шектелген кесінділі цилиндрдің нақты көрінісі келтірілген. Кесіндіні шектейтін нүктелерді алдын ала берілген деп қарастыруға болады. Ол үшінші суретте А суретінде көрсетілген. Алдымен кесінді нүктелерінің тік проекциясын тауып аламыз. Цилиндрдің профильді проекциясын сызып, байланыс сызықтары арқылы көрінісін проекциясын анықтаймыз. Бізде келесі проекция жазықтықтарына қатысты фигураның кеңістік орналасуының өзгеруімен байланысты сызбаны түрлендіру. Әдетте проекциялау кезінде текшенің оның шектері проекция жазықтықтарына параллель болатындай етіп орналастырады. Бұл жағдайда текше проекция болып үш бірдей шаршы болып саналады. Тіктөрт бұрышты текше сияқты проекцияланады. Ол төртінші суретте Б көрінісінде көрсетілген. Оның үшін проекция келтірілген. Алайда екі проекция текше немесе параллель формасын нақты анықтауға мүмкіндік бермейді. Балалар, бізде келесі көп бұрыштардың өзгерген позициялары. Егер көп бұрыштарды симметриялық тік өсі бойымен кішкене бұрса, яғни олардың шектерін проекция жазықтықтарына параллель емес етіп орналастыратын болсақ, онда текше немесе параллелепипед формасы екі бейне арқылы берілуі айқындалады. Ол 5-ші суреттің АБ көріністерінде көрсетілген. Тік бұрышты проекциялардың бұл қасиеті техникалық сызуда да кеңінен қолданылады. Мысалға алатын болсақ, қосымша көріністі орындау кезінде бейненің бұрылуын қолданғанда немесе қиманы орындау кезінде қолданамыз. Енді балалар, біз сендерді дескрипторлар арқылы бағалайтын боламыз.
1. Түрлендірудің не екенін біледі. 2. Түрлендіруді орындау үдерісін біледі. 3. Түрлендіруді орындау үдерісін өз сызбасында қолданады. 3. Түрлі тапсырмаларды орындайды. 4. Сызбаны талдайды. 5. Орындалған жұмысты талдайды және рефлексия жүргізеді. 6. Бөлшектің сызбасын жасайды. Бағалау, өзара бағалау және өзін-өзі бағалау. Саралау, күрделі және жеңіл тапсырмалар. Енді сендерге тапсырма, жоғарыдан қарағандағы көрінісін тауып, нешінші номер екенін айтыңдар. Екінші тапсырма, горизонтал көрінісіне сәйкес келетін санды атаңдар. Үшінші тапсырма, геометриялық денелер тобынан қайсысы жоғарыдан қарағанда көрініске сәйкес келеді, соны табыңдар. Және де сендерге практикалық тапсырма, ортасында ойығы бар 6 бұрышты дұрыс призманың берілген 2 көрінісі бойынша 3-ші көрінісін саламыз. Енді сендерге бүгінгі сабақ бойынша сұрақ: кескінді түрлендіру дегеніміз не? Екінші сұрақ: қандай көмекші элементтің көмегімен бөлшектің жанының көрінісін жасалады? Үшінші сұрақ: кубтың тікбұрышты проекциялау кезінде қандай фигуралар пайда болады? Балалар, бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Сабаққа қатысқандарыңа рахмет, сау болыңдар.